Армысыздар, құрметті отандастар. Міне біз бүгін референдумға өзіміздің даусымызды беріп шықтық. Сайлауға келіп жатқан, референдумға келіп жатқан басым көпшілік адамдар үлкен жастағы адамдар. Мен өзім соны байқадым. Қазір дауыс беріп шыққан кезде басым көпшілік азаматтар үлкен жастағы адамдар. Ағалар, аталар, әжелерді көп байқадым. 3-4 әжені байқадым. Үлкен жастағы адамдар жалпы. Жастарды көрген жоқпын өз басым. 5-10 минутқа кіріп шықтым. Жастарды көрген жоқпын. Белсенділік танытамыз, құрметті жастар. Болашақ сіздердікі. Бүгін Қазақстан халқының болашақтағы тағдыры өзінің қолына тапсырылған күн. Бүгін осы Қазақстан Республикасында АЭС-тің салынбауы тағдыры шешілетін күн. Сол себепті бұл тарихи сәтте біз өзіміздің қалауымызды дауыс беру арқылы, белсенділік таныту арқылы дауыс беріп, осылайша өзіміздің болашағымызға таңдау жасауымыз керек. Сол себепті атсалысыңыздар, құрметті жастар, құрметті Қазақстан Республикасының барша азаматтары, орнымыздан тұрып референдумға келіп өз таңдауларыңызды жасауға шақырамын сіздерді. Мен өзімнің жеке пікірімді айта кететін болсам, қай АЭС-ті салу қажет пе немесе жоқ па деген тақырыпқа тоқталатын болсақ, мен өзімнің жеке конституциялық құқығым, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде өзімнің жеке субъективті ойым, Қазақстанға қазіргі таңда, дәл қазіргі Қазақстанның жағдайымен Қазақстанға АЭС-тің керек емес дегенін таңдап, солайша АЭС-тің қажеті жоқ деген таңдау жасап отырмын. Ал өздеріңіз тараптан белсенділік танытып, осы референдумға атсалысуларыңызды шақырамын.